Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Аружан мен мясо по-французски тағамын бірге дайындаңыздар. Бізге тартылған ет, пияз, помидор, картоп, майонез және сыр керек болады. Противенді алып, осылай астын майлап алатын боламыз. Ең астына картопты жұқа етіп осылай дайындап турап қоямын. Жаңа видеода көрсетілген заттардың барлығын майдалап турап қоямыз. Ең астына картопты майда етіп, барлығын тізіп, бос орын қалмайтындай қойып шығамыз. Одан кейін кішкене тұздадым. Үстіне барлық фаршты орналастырып алдым. Артынша жұқа етіп туралған пиязды салдым. Өте дәмді болып шығады. Майонезді жақсылап жағып аламын. Дәміне қарай кішкене тұз септім. Одан соң помидорды толтырып салып алдым. Артынша ең соңынан тағы да картопты барлық жеріне қойып шықтым. Осындай болып тізіп қойып шығасыздар. Ең соңынан кішкене майонезді жағып, үстіне фольгамен 30 минуттай пісіріп аламын. Одан кейін фольгасын ашып, тағы да 10 минут пісіріп алдым. Сол кезде картоп, тартылған ет барлығы менде 100% пісіп шықты. Ең соңынан піскен тағамымыздың үстіне сырды сеуіп, тағы да 5-7 минуттай сыр ерігенше пісіріп аламыз. 180 градуста менде барлығы шамамен 1 сағатта пісіп шықты. Осындай согымен күшті болып піседі. Ерекше дәмі бар, әрі жасалуы да өте оңай. Осындай жұмсақ болып видеода көріп тұрғандарыңыздай керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде кешкі асқа осы тамақты жасап көріңіздер. Ас болсын.